Бұл күн ерек, қара бұлттар кеткен күн. Бұл күн ерек, сығалаған көктен күн. Дәл осы күн, бақыт атты жылқысы гүл бағында сайрап еді көктемнің. 9 мамыр. Бұл Ұлы Отан соғысында ерлік пен батылдықтың өлшеусіз үлгісін көрсеткен жауынгерлер рухының алдында тағзым етіп, басымызды иетін күн. Ел басына күн туған шақта елімізден 1.366.000 азамат аттанып, 600.000-і оралмаса, облысымыздан майданға 70.000-нан астам азамат аттанып, соның 36.000-нан астамы елге оралмады. Майданда ерен ерлік көрсеткен 22 жамбылдық Кеңес одағының батыры, 7-еуі даңқ орденінің иегері атанды. Талас ауданынан Сәду Шәкіров пен Амантай Дәулетбек Кеңес одағының батыры атағын алды. Сол зұлмат соғыстағы жеңіс болмаса, бүгінгі таңда жарқын болашаққа қарай батыл адымдап келе жатқан байтақ мемлекет те болмас еді. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы, еліміздің өркендеуі осынау мерекенің жемісі. Арамызда сұрапыл соғыстан аман қайтқан майдангерлер жылдан жылға азайып барады. Оларға құрмет көрсету, олардың ерлік жолдарын жас ұрпаққа үлгі өнеге ету біздің басты парызымыз. Майдангерлерге мың тағзым.